Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғанысы күштері институтына 2 ұшақ берілді. Су жаңа авиациялық техника Чехиядан алынды. Ұшақтардың қуаты қандай, құны қанша? Нұрбол Жауынбаев біліп келді. Л-410 ұшағын әлемнің 50-ден аса елі пайдаланады. Адам және жүк тасымалына арналған. 19 жолаушы 1 тонна жүк сияды. Сағатына 380 шақырымды еңсереді. Жағармайы жеткілікті болса, 1200 шақырымға дейін самғайды. Все требования выполнены, поэтому Өте қуаныштымын. Жаңа техникаларды қоссақ, енді әуе қорғанысы күштері институтында 14 ұшақ бар. Жаңа ұшақтардың әрқайсысы $7 миллион тұрады. Енді курсанттарды оқытуда ешқандай проблема болмайды. Мемлекет басшысынан бастап барлық сала мамандарына алғыс білдірем. Техника алуға қаражат бөліп жатыр. Бұл өте маңызды. Авиациямыз заманауи үлгіде болуы тиіс. Бұл заман талабы. Енді институттың 14 ұшағы бар. 2030 жылға қарай ұшақ санын 2 есе көбейту жоспарда. Мамандар келесіде А400 әскери тасымалдаушы ұшағын алуды көздеп отыр. Жаңа техниканы басқаруға құлшынатын курсанттар жетерлік. Мен әуе қорғаныс күштері әскери институтының 3-ші курс курсантымын. Біз осы ұшақты көп күттік. Енді осы Л-410 самолетін меңгеретін боламыз. Бізге көптеген жауапкершілік келіп тұр. Біз сабағымызды оқып, дәрежемізді көрсететін боламыз. Эти самолеты мы ждали довольно-таки давно. Бұл ұшақтарды көп күттік, тезірек тәжірибеден өткіміз келеді. Л-410-ның артықшылығы қиын жағдайларда да ұша алатындығында. Бұған дейін Пи-2002 ұшағында жаттықтық. Өзім әуе транспорты мамандығында оқимын. Сондықтан тасымалдаушы ұшақтар сатып алғанда қуанышымда шек болған жоқ. Бұған дейін институт курсанттары шетелдерде, өңірдің өзге облыстарында тәжірибеден өткен болатын. Жақында бірнеше курсант Қарағандыда жаттығып келді. Енді олар жазда толық тәжірибеден өтеді. Нұрбол Жауынбаев, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.